Анама су әкеліп беруге жарайтынымды ойлап ұйықтамай шыққам. Апам әрең келісіп, ертесіне көк-есегімді суға баруға дайындап жұмысына кетті. Мен есегімді жетелеп жеңешеме келдім. Екеуміз ақ-есек пен көк-есекті қатарластырып бұлаққа бардық. Қайтарда екеуін де мен жетекке алып, дәшім иығына қос шелек суын көтеріп келді. Алдымен шелектері мен өз піләктерін реттеп алып, менің үйіме барып, піләктерімді түсіріп берді. Кеште жұмыстан оралған атанам менің су тасуға жарап қалғаныма қуанып, жеңгем екеумізді мақтады. Содан бастап 3 күнде бір екі есекпен суға баратын болдық. Анам бір күні лағман созып жатып, ұлдашты шақырып келші, лағман жесін, деді. Мен үшін дәшіме қатысты тірліктің бәрі қуаныш әкелетін. Жүгіріп барып қазан-ошақ маңында жүрген жеңгеме алқына тұрып, «Дәш, сені апам лағманға шақырып жатыр», дедім, жақсылық хабарды жеткізіп. «Бізді ше, шақырмады ма шешең?» деді Зағира апам естіп қалып. «Жоқ, Дәшті ғана шақырды деппін». «Әй, Дәш, бізге де сарқыт ала кел», деп күлді енесі. Анам, Дәш үшеуміз отырып лағман жедік. «Сен арғы беттің Нарынқол ауданының қызы емеспісің, лағманды жегенді білмейді екенсің ау», деп созылған қамырды қалай қолға алып алатынын үйреткені есімде. Дәш ұзын қамырды аузына дұрыс апара алмай, ұялып, жөндеп жей алмай отырған болатын. Анам тамақты өте дәмді жасайтын. Терлеп тепшіп тамақ жеп болған келінге, «Мынаны ата-енеңе ала бар», деп кәстрөлге лағман салып берді. Сарқытты солай беріп жібердік Зағира апама. Сол күннен бастап анам неше түрлі тамақ жасап, алдымен әкем келгенше ұлдаш жеңгемді шақырып жегізетін. Әкем соңғы кездері мәнті, лағман, түшпәрә дегенге ерінбейтін болыпсың, деп анамды мақтады. Ана ұлдаш келін менің тамағыма жерік екен», деп күлді. Мен жерік деген сөздің мағынасын түсінбесем де, анамның тамағын жегенді тәуір көретініне қуандым. Көктемге қарай Дәшім ұл босанды. Бөпесінің көзі үлкен, маңдайы кең, ерні томпиып, беті бұлтиып, өзіне ұқсайды екен. Сол жылы күзде Қайрамжан екеуміз 7-ге толып мектепке жарадық. Мектебіміз әжептәуір жерде. Мені таңертең әкем атқа мінгізіп алып барады. Түсте сабақтан қайтқанда Дәш келіп екеумізді екі қолына ұстап, жетелеп қайтатын. Әке-шешем хат танымаған соң мен сабаққа үлгіре алмай қатты қиналдым. Дәштің үйіне қашан барсам да Қайрашты оқытып отырады. Ол өзі де тақылдап қалған еді. Үйде де оқытқан соң менен озып кетті. Дәш, мені де оқытшы, деп жалындым. Ақылды жеңгем жоқ демейді ғой. Қайраш екеумізді қатарластырып отырғызып қойып, сабақ үйрете берді. Менің үйінен шықпай оқып жүргенім Зағира апама ұнамады. «Емізулі балаң бар, үйдің қанша тірлігін тастап, осыларды оқытқанда апылатан болады деймісің», деп көңкілдеп сөйлейтін. Қатты айта алмайды. Себебі менің әкем әулеттің қадірлі ақсақалы болатын. 1-ші сыныпты мақтау қағазға бітірген Қайрашты 2-ші сыныпта қуып жеттім. 4-ші сыныптан соң Қайраш топ қууға әуес боп сабағын әлсіретіп алды. 5-ші сыныпта мен ғана мақтау қағазын алдым. 6-шыны бітіргеннен өлең жазуға әуестігім оянып, әдеби кітап оқудан алдыма жан салмадым. Өлеңдерімнің алғашқы оқырманы, сыншысы Дәшім болатын. Енді өзім Дәшіме кітап алып келіп беретін болдым мектеп кітапханасынан. Осылай жеңешем мені оқуға ынтамды оятып, жазуға жолымды ашты. Тұрсын ағам ілеге пароммен келетін жанар жағармайды ұжымшардың машина-трактор станциясына таситын мәшине айдауға шықты. Әкем жылына бір рет ағаймен бірге іле жаққа баратын. «Қайда кетті?» деп сұрасам, апам, «Әкеңнің іледе қызы бар, сенен басқа, балалы шағалы, соны көруге кетті», деп мені қызғандыратын. Мен сенетінмін, себебі ол сапарға атанам ерекше дайындалатын. Ер адамның жейдесін, әйелге көйлек орамал, балаларға кәмпит пешеней сатып алынатын. Апам, «Мынау күйеу балаға, мынау қызыңа, мынау немерелеріңе» деп атап, қоржынның бір басына көйлек көншекті, екінші басына қыстан қалған қазы, ет, кептірген өрік салатын. Ертесіне таң ала кеуімде Тұрсын ағаның мәшинесі бейбілдеткенде
әкем қоржынын иығына іліп шығатын. Содан түннің бір уағында ол жақтан да артынып-тартынып оралатын. Қоржынды мынаны қызың беріп жіберді деп мақтанышпен апамның қолына тапсыратын. Менің көзімдегі қызғанышты, кейде жылағанымды көріп екеуі жымыңдасып мәз болатын. Екі қарттың қартайғанда көрген жалғыз перзентімін деп жүргенде, мен білмейтін тағы бір қызының барлығы ішімді күйдіріп, бұртыңдап тамағымды ішпей жатып қалатынмын. Солай жылдар өте берді. Бір құпия ашылмайды, бірақ іле сапары жыл сайын жалғасатын. Біздің ауылға тағы бір келін шекараға жақын Кетпен деген ауылдан түсіпті. Оның соңынан қызды қуып келген жеңгелері тыныш келмей, осы ауылда біздің Қали ағамыздың қызы бар, туа салғанында баласы жоқ бір кісілер тартып алыпты. Сол өсіп қалған болу керек, көре кетейік десіпті де менің ата-анамның атын айтыпты. Содан ауылдағы желауыз жеңгелеріміз сыртымнан мені көрсетіп, олардан біздің сыныпта оқитын қыздар естіпті. Содан бастап Асыранды деген жанама ат пайда болды. Ол сымсыз телефонмен құлағыма жетіп, қапаланып жүрдім. Тіпті сол қыздардың бірі, сен Асырандысың, сені туыстарың келіп көріп кетті, енді алып кетуі де мүмкін, деп шошытты. Төбемнен жай түскендей болып жүрдім. Май ішкендей мазам кетіп, сабағыма салғырт қарап, тамағым бойыма сіңбей есеңгіреп қалдым. Жайымды дәшім айтқызбай байқап, бұлақтан су әкеле жатқанда, Еркетай, бір жерің ауырып жүрме, әлде біреу ренжітті ме, деп сұрауы мұң екен, құшақта аялып жылап қоя бердім. Иығына ілген қош шелегін жерге қоя салып, мені бауырына қысып, төбемнен сүйді. Алдына түсе берген тоқпақтай бұрымын артына серпіп тастап, не жағдай болса да маған айтшы деп, басымды өзіне қаратып алып, көзіме қадалды. Мен естіген қорлығымды жеткіздім. Ей, байғұсым-ай, сондай өсекші ақмақтарға сендің ба? Апам мен атам сені өлмей біреуге ұстата ма? Ал бағып алыпты екен, онда тұрған не бар? Кімнің баласын кім бағып өсірмей жатыр? Ең негізгісі, сенің атанаң өте жақсы көреді, жақсы тәрбиелеп жатыр. Не ішем, не кием деп жатқан жоқсың. Бар ықыластары сенің үстіңде. Мен де анасынан жетім қалған қайрашты өсіріп жатырмын ғой. Ол ұлдарымның ағасы, ертең өскенде оларға қорған болады. Сен де атам мен апама өскенде пана боласың. Олар жалғыз қалмау үшін сені сұрап алған шығар. Кім баласын біреуге тартқызып қояды жаны барда? Өздері келісіп сені берген болар. Оған бола қорланып, осынша жүнжігеніңе жол болсын деп, сабырға шақырып, көзімнің жасын сүртіп, бауырына басты. Жеңешем мені қанша тоқтатқанымен ішіме бір пәле түсті. Бейне тұтанып келе жатқан өрт секілді, ішімде бықсып жатты. Апам мен әкеме сыр бермей жүрген болам. Көп ұзамай Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесіне депутаттыққа кандидат деп Бидайбекова Нұржамал деген сауыншының суретін көшедегі тақталар мен бағандарға дейін жапсыра бастады. Кең маңдайлы, қара шашын желкесіне түйген, ақсары жүзінен нұр төгіледі. Қырмұрыны мен көкшіл көзі маған жылшырай қарап, есіме бір таныс адамды түсіреді. Аты жөні де таныс. Әсіресе Бидайбекова деген тегі. Менің әкемнің үлкен ағасы Бидайбек деген кісі болыпты. Қазір өмірде жоқ. Ал оның әйелі мен жалғыз ұлы Зәріп әкемнің ет жақындары. Ағамның тегі Бидайбеков. Ал Нұржамал дегенді естімеппін. Оның көзі мен қырмұрыны менің әкеме ұқсап тұрды. Кейін білдім ғой, Нұржамал деген сол Бидайбек атамыздың қызы екен. Күйеуінің аты Қали. Мені Бидайбек атам перзентсіз қалған інісіне бергізіпті, қызына. Бала қолдарына тиген соң, атанам туған әке шешемнен қызғанып, 100 шақырым қашықтықтағы ауылға көшіп кетіпті. Содан 17 жасқа келгенде Қали мен Нұржамалды тұңғыш рет көргенім. Ол жылдары баяғыдай тау басындағы бұлақтан су тасудан құтылғанбыз. Ауыз су тартылып, көше-көшеде құдықтардан ағып тұратын. Біздің үй ауылдың ең шетінде болғандықтан, арба салған плякпен 3 көшедей жүріп барып су тасимыз.
Құдықтың құлағын көтеріп су құйып тұрғам. Судың түбінде тұратын үйдің қариясы Күлтай апа келді, кебісін сүйрете басып. Амандастым. Сәлемімді де жөндеп алмай, сен қыз ана көшедегі депутат болатын әйелді көрдің бе? Нұржамал деген, деді. Ойымда ештеңе жоқ, көрдім, дедім. Көрсең, сол сенің туған шешең, кетпенде тұрады. Соған қашып кет, мына кемпір шалды не қыласың, деді. Үп-үлкен басымен менің ішкі жарамды тырнап. Онсызда ішім өртеніп жүргенде, енді мына даптардай адамның басынып тұрғанына шыдамай, көзімнен ыстық жас парлап, піләгімді сүйрей үйге тарттым. Кемпір соңымнан әй қыз деп тағы бірдеңелерді айтып жатты дауыстап. Түстен кейін мектепке баруым керек еді. Ешкімді көргім келмей, түкпір бөлмеге кіріп алып армансыз жыладым. Қас қарая көшеге шықтым да, бағандардағы Нұржамал Бидайбекованың суреттерін жырта бастадым. Желімінің мықтысынай, тырнағым желініп кетті. Осы сурет тұрса, мені күллі ауыл асыранды деп табалайтындай қорланып, жылап жүріп, жыртып жатырмын. Бір көшенің басына шыққанда әбден шаршап, үйге қайттым. Ертесіне түстен кейін мектеп ауласында оқушыларға жиналыс өтті. Алдымен тәрбие ісі бойынша басшы сөйлеп, кеше түнде бір тәртіпсіз балалар жоғарғы кеңеске депутаттыққа кандидат апайдың суретін жыртып, тәртіпсіздік жасағанын хабарлады. Бидайбекова Нұржамалдың өмірбаянымен таныстырып, жастайынан еңбекпен өскен жан екенін, үлгілі отбасының анасы 6 перзент өсіріп отырғанын мәлімдеді. Егер ол кісі депутат болса, ауылымызға жаңа мектеп, аурухана салып береді екен. Ондай жақсы адамның суретін жыртып, ұят жасағандарды көргендеріңіз болса, өзіңе айтуыңызды өтінді. Абырой болғанда мені ешкім байқамапты. Сондай жақсы адамға қиянат жасаған мен ғана ұятсыз болып, ішімнен өртеніп, соңғы қатарда тұрдым. Сайлау белсенділері сол күні-ақ кандидаттың суреттерін бағандарға қайта жапсырып тастады. Күн ұясына қона дәшке келдім. Ішімді тесіп бара жатқан дертімді ақтарып салдым. Ол менің жасаған тентектігімнен шошып кетті. Ой, ақымақ қыз, оның не дей берді? Шонжыдан милиция шығып алып кетсе қайтесің? Ол кісі үкіметтің адамы ғой, депутаттыққа түсіп жатқан деп мені қорқытып тастады. Таңертең шай үстінде әкем, сен көшедегі Нұржамалдың суретін көрдің бе? Соған дауыс береді екенбіз, жарығымның маңдай тері ақталсын, деп қарындасын мақтанышпен анама айтып жатты. Содан туғанымды ешкімге білдірмеймін деп қанша күрессем де, үлкен кіші сол жолғы сайлаған депутатты менің туған шешем екенін бірінен бірі естіп алды. Нұржамал Бидайбекова халыққа берген уәдесінде тұрып, мандатының уақыты біткенше ауылымызға жаңа мектеп салуға мұрындық болды. Тұрсын аға мен ұлдаш жеңешем менің кішкентай өмір жолымда шыққан тегімді күллі ауылдан бұрын білсе де, әсіресе ағам іленің жағасын жайлаған сауыншылар ауылына күнәра барып келіп жүрсе де, бір жанға тіс жармай келгеніне ризамын. Әке шешемді сыйлап, екі қарттың жалғыздығын жандарына жалау етіп, мені бергеніне солармен бірге қуанып келе жатты. Қасен атам мен Зағир апам менің атанам қатарласа дүниеден өтті. Тұрсын аға тұрмыстық жағдайы жақсарып, ауылдың ортасынан Ақсарайдай жаңа үй сатып алды. Дәшім ол кезде қайрашымен бес ұлдың анасы болып, жаңа салынған мектепте жұмыс істеп жүретін. Мектепте кездесіп қалсам, баяғыдай құшағына алып, маңдайымнан иіскейтін. Мен Алматыға оқуға түсіп, одан әрі өзімде отбасын құрып, ана болып, ауылға сирек келіп жүрдім. Алғашқы жылдары Дәшімді іздеп баратынмын. Жылдар өте өмірдің толқыны мені өз ағымына ілестіріп, Дәшімді іздемейтін болып кеттім. Тек алыстан сағынып есіме алып жүретінмін. Көз көргендерден сұрайтынмын. Осы өмірімде өз елім бар, шетелдер бар, қаншама адаммен араластым. Біреулерін еске сақтап, кейбіреуін мәңгіге ұмытып та кеттім. Ал ұлдаш жеңешемді ешқашан ұмытқан емеспін. Арақашықтығымыз қанша алыстаса да, көңілім суыған емес. Тек бала досым Қайрамжанның өмірден ерте өтіп кеткені жанымды жабырқатады.
артында Әзиза бастаған балалары қалғаны көңілге медеу. Өткен жылы жазда туған жеріме 60-тың асқарына шығып есеп беруге бардым. Шығармашылық табыстарымды бағалаған жерлестерім маған Алматы облысының құрметті азаматы деген өте жоғары марапат берді. Осы уақытқа дейін біраз бәйгелердің басқа жүлделерін қайырып, біраз сөлкебай тағып, тіпті Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деген атағы да бұйырған. Ал мына туған жерімнің, жерлестерімнің берген бағасын бәрінен жоғары көрдім. Дүниедегі ең жоғарғы баға туған жердің мойындауы. Жазғанымды таласа оқып, тағы не жазар екен деп үмітпен қарап, мені іздеуі екен. Солардың ортасында Ұлдаш жеңгемдей алтын құрсақты аналар, Тұрсын ағадай ардақты әкелер, қара шаңырақтарына ие болып, дәстүрді жалғастырып отырған достарым, еліміздің көсегесін көгертер болашақ балаларымыз бар. Аясы үлкен, қап-қара, ұзын кірпіктері көлегейлеген тұнжыраңқы көздерді көріп жатып оянып кеттім. Қалың қастарының арасында болар болмас тігінен түскен қос сызығы бар. Ат шақты, қызыл шырайлы жүзінде мұң табы сезіледі. Қыр мұрын, қызыл еріндері сәл өкпелеп тұрғандай томпияды. Аспан түстес жібек орамалының астынан бірнеше тал шашы сыртына шығып желбірейді. Осылай түсіме енген келіншек осы бір әңгімені ақтарыла жазып, туған топырағыма деген сағынышымды жолдауға себепкер болды. Әңгіменің авторы Сәуле Досжан Қожахметова.